Еңбектің рахаты. Баяғыда еңбекті сүймейтін еріншек, жалқау жігіт болыпты. Ол күні-түні жатып алып, қалай бай боламын деп қиялдайды екен. Күндердің күнінде ол бір данышпан адамға жолығып, арманын, ойын айтыпты. Әлгі данышпан оңай олжа іздеген еріншек жігітке былай деп кеңес беріпті: береке деген тау бар, ол жерде мол байлық бар, керегіңше аласың, бірақ бай болу үшін көп еңбек етіп тер төгу керек. Оған қоса ақылыңның да болғаны жөн депті. Бай болудың жолын таптым-ау деп данышпанның осы кеңесін жадына бойтұмар етіп ұстаған жігіт береке тауын бетке алып сапарға шығыпты. Мидай жазық сусыз шөлде даланы кезіп келе жатып бір қасқырға жолығыпты. Жігітім, жолың болсын, қай жаққа барасың деп сұрапты. Қасекең, береке тауына бара жатырмын, байлық, дәулет алып қайтамын деп жауап беріпті жігіт. Мұны естіген қасқыр жігітке сүзіле қарап, күні-түні желе жортып сандалумен жүргенім мынау. Анау-мынау кездеспей, түк таппай қалсам, апталап аш жүремін. Сол береке тауына тілегімді айтып көрші, менің де несібеме лайықтысы бар ма екен деген өз өтінішін айтыпты. Жігіт қасқырға уәде беріп, ары қарай жүріп кетіпті. Көп жүрді ме, аз жүрді ме белгісіз, бір күні бет-аузы қарауытқан, сақал-шашы ағарған бір шалға кездесіпті. Ол жігіттен жол болсын деп жөн сұрапты. Жігіт арманы мен мақсатын, сапарының жөнін айтыпты. Сонда әлгі қария: балам, менің біраз жүзімдік бауым бар еді. Күтім жетпегендіктен бе, жөнді өнім бермейді. Береке тауынан соның жайын сұрап біле келші депті. Жігіт қартқа да уәде беріп, бет алған жағына қарай жүре беріпті. Енді біраз жүріп, 2-3 қыр асқан соң, аң аулап жүрген патша мен уәзіріне кездейсоқ тап болыпты. Патша ол жігіттің береке тауына беттеп бара жатқанын білгеннен кейін: жігітім, сөзімді тыңда, менің аңда жүріп атқан 10 оғымның 9-ы босқа зая кетіп жүр. Соның себебін біле келші депті. Оған да бас изеген жігіт арып-ашып, шаршап-шалдығып, әбден титықтағанда береке тауына жетіпті. Бірақ ол таудан үміт еткен байлықты да, дәулетті де кездестірмепті. Енді не істесем деп тұрғанда, үлкен бір қара тастың қуысында белі мертіккен қояндай бүкшиіп отырған бір қартты көріпті. Енді табатын шығармын деген үмітпен қарттың жанына барып: ата, мен бұл тауға байлық пен бақыт іздеп келіп едім. Байлық түгілі бір ұрттам суға зар болып тұрмын деп жолда жолыққан қасқыр мен бағбанның және патшаның айтқан аманаттарын жеткізіпті. Қария данышпан, ақылды, көреген кісі екен.
еріншектің етегі толмас, жалқаудың жан рақаты болмас дегендей, байлық іздеген жігітке таңдана қарайды. Хайуанға айтарым, қасқыр да қас қылмайды жолдасына деген сөз бар. Момынның қорасына шаппай, түзден өзіне тиесілісін жесін, деп жігіттің сұрақтарына байыппен жауап беріпті. Бағбан қарияның жүзімдігінің ішіне 4 құмыра алтын көмілген екен. Менмендікке салынған бағбан соңғы кезде жүзімдерін жөндеп күтпеген соң, жүзім бұтақтары бет алды, бойлап өсіп кетіп, өнім бермейтін болыпты. Оған соны айт, массаттанбай, менменсінбей еңбек етсін. Ал патшаға кесек, ол еркек киімінде жүрген бойжеткен екен. Күйеуге тиіп тұрмыс құрса, көзі ашылып бақ қонып, атқан оғы қатесіз дәл тиетін болады. Бұл тауда байлық қайдан болсын? Байлық пен дәулетті еңбекпен және ақылмен табуға болатынын енді түсінген шығарсың. Ақсақалдың сөзінен кейін жігіт ойланып қалады. Қайтып келе жатып, қыз патшаға данышпанның сөзін айтыпты. Сонда қыз патша, бұл сырды екеуміз ғана білейік, басқалар сезбесін, сен мені әйелдікке ал, жұптасайық депті. Жігіт ойланып барып, дайын асқа тік қасық болмайын, еңбек етіп кәсіп табайын деп одан әрі жүре береді. Жолда өзін күтіп жүрген бағбанға кездесіп, естіген әңгімесін бұлжытпай түгел айтып беріпті. Сонда бағбан, бәрекелді балам, жөн екен, жүр, алтынды қазып алайық. Менің бойжеткен қызым бар, соны саған қосайын, ұлым бол депті. Бұрын маңдайы терлеп жұмыс істеп көрмеген жігіт қарияның сөзіне құлықсыз құлақ қойып, еріксіз соңынан ереді. Қараусыз бақтың сәні кеткен екен. Жігіт ағаштардың түбін қопсытып, гүлдердің арасын арам шөптерден тазартып, жиек араларына су жіберді. Аз уақытта жұпыны сұрқай көрінген бақтың өңі кіріп, ажарланып қалды. Жан-жақтан неше түрлі құстар ұшып келіп, бақ іші әсем сазға бөленді. Жігіт көмілген алтын құмыралар қайда болды екен деп ойланып тұрғанда, жанына ай десе аузы, күн десе көзі бар бағбанның қызы келеді. Ол хауызын енді ашып үлгермей қалған гүлдерге қызыға қарап, сендердің тамырларыңа нәр беріп, қайта тірілткен жан қандай бақытты деп шаттана қуанады. Сұлу қыздың мына сөзін естіген жігіт жадырап сала береді. Бақшаға су келетін арықтарды тазартып, бұтақтардың көзін ашады. Бойына бір жаңа қуат құйылғандай бел шешпей еңбек етеді. Бау-бақшасы жайнаған сайын өзінің бұрынғы жалқаулықпен өткен күндеріне өкінеді. Береке тауындағы қарияның көмілген алтын құмыра дегені еңбектің көзін тапқаны екенін түсінеді. Бағбанның қызына үйленіп, тату-тәтті өмір кешеді. Өзін күтіп жүрген қасқырға арнайы барып, оған да данышпанның сөзін жеткізеді. Қасқыр да ақылды хайуан ғой, содан былай өзіне қас қылмаған
адамға тиіспейтін жемтігін түзден іздейтін болыпты.